Қайырлы кеш, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Алдымен енді баршаңызды Елорда күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын. Баршаңызды осы бір әдемі керемет залда көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Неге керемет деген себебіміз, жалпы осы ойынды ойнаған қай жылдары болсын, жалпы КВНшіктер үшін өте ыстық зал. 2000 жылдардан бастап қазақша КВН ойында болсын, жайдарман ойындарында, КТАның алғашқы жылдары барлық ойындар осы бір әдемі залда өтетін. Енді бізде бүгінгі осы Нұр-Сұлтан қаласының кубогын әдеттегідей осы залда өткізгенді жөн көріп отырмыз. Сондықтан да баршаңызды көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Нұр-Сұлтан қаласының кубогы 2022 біз бастаймыз. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді баршаңызда білесіздер, 2022 жылдан бастап жалпы көңілді тапқырлар алаңы КТА ойынның бағыты өзгерген болатын, стилі өзгерді. Бұл ойынның жүргізушісі де қазір басқа, Ақболат жүргізетін білесіздер. Командалар бұрындағыдай кубок үшін емес, ұпай үшін ойнайды. Ол ұпайды ақшаға айырбастап жатады. Жалпы биылғы ойын басқа. Ал енді әр жыл сайын Нұр-Сұлтан қаласының кубогы және супер кубок бұрынғы ережемен ойналатын болады. Оның енді жүргізушісі менің де осы КТА сахнасына шықпағаныма көп болыпты. Сондықтан да рахмет баршаңызға, қолдау білдіріп, көңілді тапқырлар алаңына келіп отырғандарыңызға мың алғыс. Рахмет баршаңызды көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Ал енді бүгінгі ойын әдеттегідей командалар кіші кубок үшін таласады. Ал ойын соңында қай командада кіші кубок көп, сол команда осы Нұр-Сұлтан қаласының кубогына және миллион теңге сертификатына ие болатын болады. Алдымен кіші кубокты табыс ететін қазылар алқасымен таныс болайық. Қазылар алқасы енді барлығы таныс жандар, баршамызға осы ойыннан алыс емес, жалпы қазақша КВН-нен де, жайдарманнан да, КТАдан да. Талантты актер, дубляждың бүгінгі таңдағы королі десек болады. Әзіл әлемі театрының актері Қайрат Әділгерейұлы. Келесі кинода актер болып көрді. Арғарай жалғастырар ма екен сол актерлығын, оны көре жатарымыз. Әзіл әлемі театрының актері Қанат Әлжапаров. Сонау 2000 жыл мен 2010 жылдары қазақша КВН уақытында аграрка сарбаздарының құрамында өнер көрсетті. Бүгінгі таңда осы Астана концерт залының директоры және қалалық мәслихаттың депутаты Ерлан Дәкенов. Талантты әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, АИ театрының әрі директоры, әрі көркемдік жетекшісі. Шапалақ қошеметтеріңіз Айгүл Иманбаева. Театр және кино режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, КТА ойындарының тұрақты қазылар алқасының мүшесі, ұстаз Сайлау Қамиев. Көңілді тапқырлар алаңында екінші рет қазылар алқасында көріп отырмын. Өте қуаныштымын. Ұзағынан болғай. Бірінші рет хабарлайын деп тұрмын.
Оның алдында ойында Ақболат хабарлаған болатын. Осы күнді ойлайтын, түсімде көретінмін. Бір түсімде өзіңді хабарлап жатыр екен. Сен орнынан тұрып, халық қошемет ұрып жатыр екен. Жастардың жанашыры, жалпы осы ойынның жанашыры, дамуына үлкен үлес қосып жүрген Есен Елеукен. Жақсы, қазылар алқасымен таныс болдық. Енді ардақты ағайын, командалар бүгін өнер көрсететін 6 команда сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырсақ. Қарекет құрамасы: Зертас, Шымкент; Мақтаарал, Түркістан облысы; Жерұйық, Атырау; Қазақстан ауылдар құрамасы және Тараз 2000 Тараз қаласы. Нұрсұлтан қаласының кубогы 2022 жылға бақтарын сынайтын 6 команда сахнада өнер көрсетеді. Бүгін енді 2 сайыстан тұрады. Бірінші сайыс енді оқиға деп аталады, бір оқиға. Екінші сайыс енді еркін сайыс, үй тапсырмалары немесе сәлемдесу. 2 сайыс. 2 сайыста қазылар алқасы енді қанша кіші кубок береді, сол командалар енді жеңіске жететін болады. Осы кубокқа ие болады. Бірінші сайыс үшін бізге енді қазылар алқасының көмегі керек болады. Мен қазір бірінші Қайрат Әділгереймен бастайық. Актерсың ғой, қанат демала тұрсын. Сахна төріне шақырамыз. Қайрат Әділгерейұлы. Қайратқа микрофон, командаларға микрофон. Бұл бірінші сайыс, ардақты ағайын. Қазір Қайрат бір сұрақ қояды. Командалар оны енді әрине міндетті түрде әзілмен жауап беру керек. Қайрат, бірінші сайыс. Бізде енді оқиға, сенің оқиған мынандай. Кір жуатын машинаны алып келдің. Командаларға қарап айтасың: мына кір жуатын машинені бір теуіп едім, істемей қалды. Қай жерге барып жөндесем болады? Түсінікті ғой? Иә, өзің оқиғаны айтасың. Бұл енді кіта ойындарында, жалпы жайдарман ойындарында көп көріне бермейді. Қайрат, сонымен Қайрат Әділгерей, қошеметтеріңіз. Жүргізгенім жақсы еді, тоқа. Жүргізгенім жақсы еді. Не? Мына кір жуғыш машинаны алып келіп едім. Жоқ, сен дұрыстап айт, сен әзіл айтып тұрған жоқсың. Жоқ, мен... Мына кір жуатын машинаны бір теуіп едім, істемей қалып, қайда апарып жөндетсем болады? Мынау тура, мен сияқты екен бүйтіп тұр. Жалпы... Жақсы, жауап беретін Мақтаарал. Мына машинаны сатып алып едім, жасамай қалып, қай жерге барып оңдат жөндетсек. Бір теуіп едім, сен дұрыстап сұрағын қойсай. Мына машинаны бір теуіп едім, жасамай қалып. Кәмек кетіп қалам, тоқа. Не дави на меня десек. Мына машинаны бір теуіп едім, жасамай қалып, қай жерге барып жөндетсем болады. Бұл алдында істеп тұрмеді негізі. Жоқ, қалай теуіп жүрс деймін да, бір хотя бы тыныш жүрсеңіз болады ғой, хотя бы өмірде. Зор. Жақсы. Қазір алқасы енді ескере отырасыздар, ауылдар құрамасы жауап береді. Мына машинаны, кір жуғыш машинаны бір теуіп едім, істемей қалып, қай жерге барып жөндетсем болады. Аяғыңызды аямайды екенсіз, Қайрат аға. Бірақ жөндететін жерді апарайын десең. Жауап беретін Жерұйық. Мына машинаны бір теуіп едім, кір жуғыш машинаны. Жасамай қалып, осыны қай жерге барып жөндетсем болады. Қай жеріне тептің сен? Мына қисайтып тұрған жерінен ғой. Не жеріне? Қай аяқпен тептің? Оң аяқпен. Міне ана тептің ба? Міне анан бүйтіп бір тебесің ғой. О, жасап кетті, болды. Болды, рахмет. Жақсы, Жерұйық. Жауап беретін Қарекет.
Мына кір жуғыш машинаны бір теуіп едім, жасамай қалды. Қай жерге барып жөндетсем болады? Советский ғой, екінші рет тепсеңіз істеп кетер. Күшті. Рахмет, жауап беретін Зертас. Мына кір жуғыш машинаны бір теуіп едім, жасамай қалды. Қай жерге барып жөндетсем болады? Абайламайсыз ба енді? Өз істеп тұрған бүтін біреу ағыт. Жас бала қылса бізде. Бұндай қаяқты жөндеден білмеймін, мынандайын бірінші рет көріп тұрмын мен. Әдемі. Мына мен жуғанша қолмен жуасаған дұрыс ғой. Жақсы, Қайрат, рахмет. Қайрат. Келесі Ерлан Дакенов. Ерлан, өзіңді ортаға шақырайық. Ерлан Дакенов 2000-2005 жыл арасында өнер көрсетті. Осы қазақша КВН-ның чемпионы. Ереке, енді сен қала мәслихатының депутатысың ғой енді. Осы жерде біздің осы КВНштердің арасынан шыққан жалғыз депутат. Өзіңмен мақтанамыз. Жатақханаға келіп тұрсыз. Сұрағыңыз. Жатақханаларыңызға тағы да не істеп берейік? Жауап беретін Қарекет. Жатақханаларыңызға не істеп берейік? Стиральный машинаны істеп беріңіздер. Жақсы. Жауап беретін ауылдар құрамасы. Жатақханаларыңызға не істеп берейік? Тағы да сайлауға түсіп отырсыз ба не, Ереке? Жақсы. Жауап беретін Атырау, Жерұйық. Так, мына жатақханаларыңызға не істеп берейік? Келіп бір күн жатып бересіз ба, сосын түсінесіз. Жақсы. Зертас. Так, мына жатақханаға не істеп берейік? Жоқ, жатақхана бар, соның қасынан дәу қылып универ соғып берсеңіздер болды. Жақсы. Келесі Тараз 2000. Тараз 2000, ассалаумалейкум аға. Уалейкум. Осы жақта тұрамын ғой. Мына жатақханаға не істеп берейік тағы да? Мына вахтершыны ауыстырасыз ба? Сақалы бар әйел біртүрлі ғой. Жақсы. Рахмет. Ерлан Дакенов. Айгүл Иманбаева. Сахнаға Ай театрының көркемдік жетекшісі, талантты әнші, актриса. Айгүл, саған мен өз телефонымды берейін. Паролін білесің ғой десем. Білем ғой. Айгүл, қиын ештеңесі жоқ. Сенің айтатын, маған жақсы мобилограф керек. Қазір әр әнші, танымал адамдар мобилографпен жүреді ғой енді. Маған жақсы мобилограф керек. Сіз қалай түсіресіз? Болды. Командаларға. Түсінікті ғой сұрақ? Маған жақсы мобилограф керек. Қайдан табам? Білмеймін, мен түсірейін десем негізі жақсы емеспін да. Бірақ мен өзім түсірсем болады. Үстіңізден түсірем, астыңыздан түсірем, жаныңыздан түсірем, сәл биік жері болса үстіңізден секіріп түсірем. В общем, қазіргідей емес, бір ұят болмайтындай қылып түсірем. Жақсы. Ауылдар құрамасы? Маған жақсы мобилограф керек еді. Сіз қалай түсіресіз? Әуелі тәубеңізге түсірем. Сосын жақсылап видеоға түсірем. Бола ма олай? Жақсы. Болды ғой? Болған секілді. Тараз бар ма? Ау. Сіздер жауап жоқ қой? Сұрақ қоя салсын әшін. Иә, маған жақсы мобилограф керек еді, Арман. Жауап Сіз жоқ. қалай түсіресіз? Жауап жоқ. Рахмет, Айгүл Иманбаева. Келесі Қанат Әлжапаров.
сұрағың мынаның ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Сұрақ, мына пляктың ішінде не бар? Деп ойлайсыңдар. Не бар деп ойлайсыңдар? Ішінде бас жатса. Мына пляктың ішінде не бар деп ойлайсыздар? Сіздермен Мұхит Сапарбай, Кта шоу, фляг неше тұрады, не бар екен анықтайық. Көр. Дым жоқ құрдас. Ойбай шоу, дым жоқ. Пляктарыңа не істеп берейін дей ма? Мына пляктың ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Бір дені дұрыс адам фляг болса, ішінде су бар. Жақсы, Қанат Әлжапаров, рахмет Қанат. Сайлау Қамиев, сахна төріне. Сайлау Қамиев, сәке сіз енді режиссерсіз. Сондықтан да орындыққа отырсаңыз болады. Орындыққа отырыңыз, сіз отырыңыз орындыққа. Режиссер, киноға, кастинг, киноға. Сіздің сұрағыңыз, киноға түсуге келіп тұр екенсіз, қандай өнерің бар? Зертас. Киноға түсуге келіп тұр екенсің. Қандай өнерің бар? Кемпір болып тұрып, иттің даусын саламын. Сосын, меня зовут Бонд. Я Джеймс Бонд деген дайындық үстіндемін. Нұрсұлтан. Киноға түсуге келдің. Қандай өнерің бар? Бізде өнер жоқ қой. Тура өзіңіз сияқты қарапайым кәдімгі. Болды ма? Жақсы, рахмет, сәке. Сахнаға Есен Елеукен. Есаға, сынып, қазір енді кім кіріп келетін білмеймін. Сіздің сұрағыңыз, сынып жетекшісіз, қайда жүрсің? Команда болып келсе, қайда жүрсіңдер? Көрейік. Ауылдар. Саламатсыз ба ағай, бола ма кіруге? Саламатсыз ба, қайда жүрсіңдер? Қазір каникулға ғой, өзіңіз естіп жүрсіз. Жақсы, Мақтарал. Сөйлеп берсейші? Саламатсыз ба ағай? Кірер саты. Қайда жүрсің, балам? Басқа мектепте. Жақсы, жерейік. Чиқ. Апай ауысып кеткен бәле? Шыңғыс қайда жүрсің? Директор шақырылды маған просто. Сояқта. Чиқ. Зертас. Нұрлыбек қайда жүрсің? Қазір мен Шри-Ланкада жүрмін. Сол тіл үйреніп атқам ғой. Жақсы, Есаға, рахмет. Сомен бірінші сайыс аяқталды. Енді командалар сахнада тұра берсеңіздер болады. Қазылар алқасы кіші кубоктарыңызды кімге ұсынасыздар? Бірінші болып бастаған бізде Қайрат, өзің кіші кубогыңды қай командаға? Залдың реакциясы Зертас. Зертас. Тамаша, әзірге Зертас бір күшікқа ие болды. Сайлау Қамиев. Маған да бал қойып отырмын, өзімше бағалап отырмын. Зертас көбінесе мықты болды. Зертас 2. Есен Елеукен. Соңғы сұрағы нашарлау болды, бірақ соңғы жауабы, бірақ алдыңғы бесеуінде Зертас оқ қойып. Зертас.
Айгүл Иманбаева. Жаңа Қайрат айтпақшы, көрерменнің қошаметі деп. Тараз 2000. Тараз 2000. Жақсы. Ерлан Дакенов. Мен қайсына қойдым өзі? Тараз. Тараз 2000. Рахмет. Зертасқа апарып берші. Зертас. Қанат Әлжапаров. Шаршаған шығар. Қайта. Сонымен, құрметті достар, бірінші сайыс бойынша Зертас Шымкент қаласы 4 кіші кубокқа ие болды. Тараз 2002 кіші кубокқа ие болды. Ал қалған енді 4 команда келесі сайыста әрине кіші кубокқа ие болатынына күмәніміз жоқ. Рахмет, жігіттер. Жақсы достар, екінші сайыс енді еркін сайыс. Командалар қандай сайыс көрсетсе де өз еркілерінде бердік. Үй тапсырмасы ма, сәлемдесу ма, немесе әуенді үй тапсырма ма, оны енді өздерінің еркілерінде 10 минуттан. Сонымен бірінші болып бастайтын екінші сайысын Қарекет құрамасы. Қарсы алыңыздар. Этот город самый лучший город на земле. Әрбір жақтан жиналыпты жастар осы жерге. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Осыларды тұрғызған адамдар молодцы. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Пошли усақ деп біз армандап жатарда. А теперь взрывают птицы крыльями восход. Жазда шүкір көмір жақпайды юго-восток. Этот город не похожий ни на что вокруг. Себебі президентіміз бұл краще не он крут. Помогая человеку верить в чудеса. Сол үшін арман қуып келдік біз кітаға. Ассалаумағалейкум! Где еще на этом свете? Міне өздеріңіз көргендей балдар бүгінгі ойынға мықты дайындалған. Уже өлең жазып тастаған. Кликтерін қашан деп қоясың ғой. Самат, сұрақ қоя бермеші? Қойғың келеді. Менің миымда уже бір сұрақ тұр. Қазір бәрің білесіңдер, актерлар, вайнерлер, барлығы бірігіп, футболдан шоу матч ұйымдастырып жүр ғой. Сол ойында Қазақстан футбол құрамасымен маньяктар футбол ойнаса, нешеден неше болатынын білесіңдер ма? Неше? 5-32 деп қоясың ғой. Одан кейін бүкіл мемлекетте түсіріп жүрген біздің «Бизнес по-казахски» деген киноға менде бір мықты идея бар. «Бизнес по-казахски» Нұр-Сұлтанда деген. Қандай ол? Еркош, Элертін соғам деп жоғалып кетеді, как обычно. Артынан ағалары іздеп, тапқандай болады да, кино, в общем, солай бітеді ғой. Айтпақшы, айтам деп ұмыт кетіппін, мен сендерге осы Нұр-Сұлтан қаласынан пәтер жалдап қойдым. Бір жаманы 28 этажда. Бір жақсы лифт бар. Бір жаман сол лифт істемейді. Бір жақсы 2 бөлмелі. Бір жаман сол 2-ші бөлмесіне хозяйның өзі тұрады. Ана өз кезінде КВН ойнаған. Мені командаға алшы деді. Мен хорошо дедім. Оны мен оған бар, скомфорт деп ат қойып қойдым. Қазір келгеннен көресіңдер қазір өзін. Квартираны бүлдірген, кім білген дейсің ғой. Қайсысыңа бүлдірген? Бұл Бека, Нұр-Сұлтан қаласында пәтеріңіз жалға береді. Жігіттер, мен пәтер жалға бергеннен көптеген адаммен жұмыс жасаймын. Өткенде пәтерімді анау әнші шалдан анау биттір өлең айтатын бар ғой. Бейт жай. Кино түсірген, ақын. Төреғали ма? Жоқ, Калифорния. Ана түнімен ұйықтамаған. Роза, роза, роза деп ұйқысырап шыққан. Одан кейін әнші бар ғой. Бейт көкіреген ашып алды, микрофон тық жібереді. Бейт билейтін әнші бар ғой. Нұрболин ба?
жоқ ей меховая 8 дроп бір ше. Мынау әншілерді қалай көреді өзі? Айттым ғой, бұны скомфорт деп еркелетем бұны. Одан кейін ана жігіттерге кілтті апарып берейін деп барсам, біреуінің үстінде ақ көйлек, екіншісінің үстінде көк көйлек, қасында құдашалар бар, бір қыз ұстамаған, түнмен ұйықтамаған аналар. Сосын не болған? Сосын амма гэнста, дэнста, even to me пари болған шығар, бұл ақта білсің бұл. Күні кеше ана спортсмен бар ғой, Қазақстанның атын әлемге әйгілі қылып жүрген. Бүйтіп тұрып көтеретін спортсмен бар ғой. Илья Ильин ба? Жоқ, футболист Самат Смахов ше. Сол жалда. Білмеймін, Супербол деген футбол мектебін ашқан ба, жүр әйтеуір. Сосын? Сосын сол әзіл күтіп тұрсыңдар ма жігіттер? Жігіттер қазір Қазақстан футбол құрамасы жақсы ойнап жүр. Оларға әзіл ұстаудың қажеті жоқ. Бір жағынан бұл кіта Елорда клубы болғаннан бір арасынан бір әзіл тығып жүретін бар еді, құрдас. Одан кейін Самат Смаховқа мен пәтерім ұнамады. Басқа пәтерге ауысамын деді. Мен айттым, екінші таймда ауысасың деп. Қалай прикол? Нормально, құрдас, нормально. Аламыз да командаға? Аламыз. Ендеше ойынымыздың басын демалысқа шыққан депутаттардың сөзімен бастаймыз. Кеттік Дубайға! Сонымен алғашқы әзіліміз заманауи отбасы. Аға, мен сенің кальян шегетіңді мамаға айтам. Әйбе, айта бер, мама да шегеді ғой. Тәттімен ауатқан дәмін татпасам тағаттанбадың, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмады. Қазір сатху терапиясы кеңінен тараған. Яғни шегенің үстінде тұрып ішкі эмоциясын шығару. Сонымен көреміз. Ішкі ойымдарды ойлап, эмоциялар сыртқа шығарып жылаватсыз ба? Мен бір түсінбей тұрғаным, обязательно бір шегенің үстінде тұру керек па? Тәттімен ауатқан дәмін татпасам тағаттанбадың, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмады. Сонымен келесі әзіліміз. Қосшы, Қоянды, Бурабай әкімдері жиналыстан кейін. Қосшы, зажигалкың бар ма? Бар, бірақ газы жоқ. Газ жоғын қалай? Сендер жақтан кірді ғой газ. Газ кіруін кірді ғой, бірақ Қоянды сендерге жетпейді ғой о. Мен онда барып, Атыраудың әкімден тұтап келем газ. Мына Қоян келем деп Қоян суретін сап кетпесін әйтеуір. Темекіні қойсаңдар, оданша таза ауада спортпен шұғылдансаңдар. Бурабай, сен Қосшыда бір күн таза ауа жұтып көр, қалай темекі шегіп кеткен білмей қаласыз. Тәттімен ауатқан дәмін татпасам тағаттанбадың, сен маған қарап қалғанда өзімде қарап қалмады. Қазір газетті көп ешкім оқымайды, бірақ олар жұмыс жасап жатыр. Сонымен газетке ерекше жаңалық енгізгісі кеп тұрған редактор басшылықтың алдында. Басеке, газетімізді аман алып қалу үшін, және де оқырман жинау үшін, менде сізге бір күшті, таза заманауи қазақша гороскоп бар. Тыңдай қал, қандай? Келін, соңғы уақытта сумкаңызға влажный салфетка мен духи салып жүріңіз. Себебі темекі шеккеніңізді қайныныңыз біліп қоюы мүмкін. Енеңіз ісіңізге араласа берсе, Инстаграм ашып беріңіз. Таңертең тұруға ерінсеңіз, өтірік ауырып қалуға тура келеді. Егерде күйеуіңіз ұрса берсе, WhatsApp-ына уағыздар жіберіңіз. Егер сізді отбасы деген чатқа қоспаса, онда статусқа Абайдың бөліну туралы цитаталарын салып тұрыңыз. Келесі, тоқал. Бүгін сіздің күніңіз сәтті өтеді. Себебі ухажеріңіз әйелімен ұрсып қалды және тендер ұтып алды. Салқын қыс мезгілінде қолыңызға аюдың ойыншығы, үстіңізге аюдың шубасы болып қалуы мүмкін. Егер де аю сияқты ұзақ ұйықтап қалмасаңыз, түнде телефонды безуге қоймаңыз. Себебі мойныңыздағы кредит алтын цепочкаға айналатын түн болуы мүмкін. Мен мынаған қызық екен, мынаны жазатын болсақ, газетте оқырмандарымыз көбейеді, тағандай бар. Келесі, парақоршы. Жылдың аяғына дейін алыс туыстарыңыздың атынан ИП, ТО ашып қою керектігін ұмытпаңыз. Арасында сауапты іс жасап, әлеуметтік желіге салып тұрыңыз. Тоқтат, сен мынауың болмайды. Мынаны жазатын болсаң, біздің газет жауып тастайды. Гороскопта өтірік қой, өтірік күлкілі нәрсе қосайық та басеке. Болмайды. Жігіттер, менде бір сұрақ бар сендерге. Команданың аты неге Қарекет? Құрдас, сен өз өміріңде бейт садақа беріп көріп пең? Жоқ, енді біз пәтерде сынған заттар, жоғалған заттарды садақа деп бере саламыз ғой, сондай ма? Жоқ, сен дұрыс түсінбегенсің, мен саған онда әрбір әрпіне дейін түсіндіріп берейін. Қара. Мына халықтың адамы, республикамыздың еңбек сіңірген қайраткері Қабатов есімі Тұрсынбек.
бұндай емес екен, бәрі біледі. Мен сай үшін естемейсің енді. Құрметті көрермендер, ойынымыздың соңында біздің әкелеріміз 30 минуттық жерге жаяу барады, ақшаны үнемдеу үшін. Ал біз жастар дәл сол жерге таксимен барамыз, уақытты үнемдеу үшін. Бір қызығы екі шешімде дұрыс деп табылады екен. Байғарина, Елорда кубогына келіп тұрып, үйдегі әкелеріміз жайлы айтып тұрған ұят емес пе? Керісінше Самат, Елорда кубогына келіп тұрып, әкелеріміз туралы айтпау ұят. Романтикан біз алдық, әкемізді тыңдадық, бұл ойынды айтамыз деп уәде орындадық. Қаланың бас жүлдесі Жақсы, қарекет құрамасы. Келесі болып өнер көрсететін Зертас, Шымкент қаласы қарсы алыңыздар. Кеш жарық Қазақстан, мереке құтты болсын. кетем деп алдайсың. Міне, мынау Елорда кубогы, жаңа Қазақстан, жаңа КТА, бәрі жап жаңа. Бірақ мынау қатысып атқан командалар ескі. Тозығы жеткен. Оңып кеткен. Тізе шығып кеткен. Кәдімгі ана командаларды көріп, Ақмола кубогы болып отыр ма деп қалдым. Анау Хамид деген Целиноград кубогінде де ойнаған ол. Өте сонда ескі командалар, жаңа сахнаның артында қастарынан өтсең, сандықтың иісі шығады. Шапанның иісі шығады. Бір сыр істің иісі шығады. Енді сонымен жаңа сахнаның артында жүрміз. Хамекең сол жаңа Хамид отыр, мәсісін сүртіп. Қасына барсақ, баяғы бір тарихта жоқ хандықтарды еске түсіріп. Сөйтпей, сіз не қылып жүрсіз деп, мен жерұйықты іздеп жүрмін дейді. Жерұйық ойнайды ғой бүгін бізбен десек, мен ол емес, Асанқайғы таппай кеткен жерұйықты іздеп жүрмін дейді. Сізге қою керек екен ғой дедім. Айтпесе бір ханның әруақ ұрады сіз деді. Сонымен сөйтіп айтып тұрған ек, бір платочкісінен екі әзілін шығарып айтты. Сөйтті да өз ары қарай наватпен шай ішіп, өрік мейіз жеп, құрт шалап ішіп, терме тыңдап қалды ғой сөйірді. Одан ары қарай өтіп баратқан ек, Тараз 2000 командасы тұр екен. Оны танымаймыз да негізі. Сол Армани көріп қап танып қалдық. Сөйтіп, естелік болсын деп суретке түсіп алып ек, Армани жыла жерді ғой. Мені әлі ұмытпапсыңдар ғой сен деді. Әлі күнге дейін лицом бар екен ғой деп. Сонымен ұят болмасын деп қасындағы массовкілермен де түсе салдық. Олар бір аунап тұрды. Ырза болып, бізге бір горилла беріп, идентификация салып беріп, сценарий жазып кетті бізге. Анау сценарийін оқысаң, 4 тақпаға айтып, 8 минут дірілдеу керек екесің. Ондай әзілді біз бұдан да мықты бір ойында ойнаймыз деп алдап кете салдық. Біздің көзімізше темек шекпеңдер деп ұрсып, сәл тұрсақ, кәдімгідей біздің команда қосылып ойнап кетейін деп отыр аналар. Одан кейін ары қарай өтіп баратсақ, Қарекет қоры жүр. Қарекет командасы. Олар не үшін жүрген? Соны сауап болсын деп шақырғастар ау деймін негізі. Он үйіп шақырмай-ақ, Каспийіне бір 5-10 мың аударсаң, соның өзі үлкен сауап еді ғой.
олар афишада жоқ олар. Енді сол баяғыда ойнайтын командалар бұлар. Баяғыдан ойнайды. Бұлар ойнап бастаған кезде мен әліппемен қоштасып отқам. Ой, бұлар ойнап бастап отқан кезде Нұрлан мен Мұрат бірге тұғын ол кезде. Мақсат пен Мақсат деген дуэт бар еді ол кезде. Бұлар ойнап бастап отқан кезде Туға ол кезде шаншарда ойнайтын. Ол кезде әнұранымыз жаралған намыстан деп басталатын. Өте сондай ескі командалар ғой енді. Бұлар ойнап бастап атқан кезде Ресейдің президенті Ельцин деген кісі еді. Ой, анау Зена деген кино осылардан кейін шықты. Осыларды көрсетіп болғаннан кейін артынша Бушидо болатын. Сол Бушидоны күтіп, ұйықтап қалмайық деп осылардың ойын көріп отыратынбыз. Енді ол кезде баламыз, енді қазір бір сахнаға шыққаппыз. Нұрлыбек, қарсыластардың барлығы мықты. Оның әсіресе Мақтаралдағы ағаларымыз. Біле білсең, олардың әзіл КВН-де алмаған кубогы жоқ. Басты қарсылас сол Мақтарал болса, оның кемшілігін айтайық онда. Осал түсін айт, жаңағы Қамекең деген жаңағы. Мынау сахнада тұрып, бір кітап болып, мақал мәтел айтып, дұрыс әңгіме айтып жүргенмен, шын өмірде жаман балағаттайды. Командаластарын ұрады оны. Дүре соғады. Жазалайды кәдімгідей. Бұрышқа тұрғызады. Поляға барып түсірген вайын мықты болады деп өтірік алдап апарып қауын еккізеді. Мақта тергізеді. Пияз еккізеді. О үшін негізі Марат пен Нұрсұлтанға дүре соғып атқан өзім көзіммен көргім мен. Сол енді ал өзімізге келетін болсақ, мыналарды да бүгін ойынға алып келу оңай болған жоқ негізі. Бұлар кино түсіріп кетті. Бір таудың етегінде барсам, анау кәдімгідей мынау ғой кастинг директоры болып отыр. Кабинеті жоқ. Көшеде кәдімгі алдында партасы бар. Алдында арба жол дәптері тұр. Ана дәптердің парақтары түгел емес. Тау жақ болған екен түсінесіздер ғой енді. Анаған айқылап қояды, жасылын жыртпайсың ба қадябы деп. О үшін кім 30 мың төлеп жатыр, сол киноға түсіп жатыр ғой кино. Мынау сол жерде, сол тау жақтағы жалғыз магазині бар екен. Арзан маркет деген. Анан ішіне кірсең кән анау. Арзан емес сан. Магазин де емес анау шы. Будка кәдімгі. Тек елді экстра сатады. Судан сол минералға бар. И өз үйінен жауып келген бір-екі компоты бар. Осылардың азық түлігін көтерген үшін басты рөлде ойнайды екен. Мынау сол жерде гример екен жаңағы. Визажист, әрлеуші. Бұнда қолында бояу жоқ. Бір детский крем бар. Мыналардың бәрін бір бойға шығатын неге рұқсат беттерін жалтырап тастаған. Влажный салфеткасы да жоқ. Сол жерде жүр әйтеуір. Мынау саундтрек жазады екен жаңағы киноға. Бұл саундтрек жазатындар киноға түсетінін білмейді ау деймін. Бұнда бет жалтырап костюм шалбарын арқалап жүрмін.
әнші, жаңағы саундтрек жазатын әншіді эфирі жоқ конкурстардың тізесін шығарған. Бозторғай ән байқауына барып, 2-ші орын алған. Шылдырлашы, шылдырмақ ән фестиваліне барып, 3-ші орын алған. Ақтауым менің мақтауым ән байқауына барып, көрермен көз айнын алып қайтқан. Семейім, күміс көмейім деген жас жеткіншектер ән байқауына барып, жасы асып кетіп, 3 жыл сахнадан қуылған. Атырау, келе жатырау ән фестиваліне барып, көрермен көз айнын алып қайтқан. Соңғы барған конкурсы арысым, соңғы шанысым деген. Өскеменде өспегем дегенге де барған екен. Сонымен 1-ші орыннан басқасын бәрін алған. Бүгін бірінші орын алайық, бір эфирі бар, ойынға келейін деп ертіп келдім алар. Енді сіздермен бірге болған Зертас әлі деп қоштасып кетсек болатын еді негіз. Мен өзім сөйтіп ойлап едім, мыналар ақыры сөйлемейміз ғой, бір билейік деп. Енді біздің тарихта болмаған ол бір Әділқазылар алқасында бір би жетпей қалды ғой деп айтып қаламай деп жылдам ойландым да сол кезде. Билейік деп атырық енді. Енді осыдан кейін келесі ой басқа балдармен келетін болдым. Яғни жыбырламай, қыбырламай тыныш тұратын. Енді сіздермен бірге болған Зертас әлі талай әңгімелесеміз. Зертас, Шымкент қаласы. Жалғастырайық, Мақтарал, Түркістан облысы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум! Қалай болады екен жаңа бала шағадан кейін? Көреміз де енді бұйырған. Мына әні-міні деп, ойбай деп, тіршіліктің тауқыметімен алысып жүргенде 2 жыл өтіп кетті. Елордаға келмегенімізге мен 2 жыл болыпты. Сағынып кәдімгі. Сағыныш деген сезімнің шыңына шығып, онсыз сен тіпті дейді. Тұлпар да болсаң қосыла алмайсың қатарға. Әуелі әбден сағынып алмай, шығушы болма сапарға дейді. Сағынып алып шығып тұрмыз біз міне. Міне тоқа. Сағындым жаным мен сені. Ой, молодец болды, күшті әдем болды, өлең айта берме. Жоқ, бітіріп тастайшылайын да, әдем ғой. Сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен бараған дейді. Көрдіңіз бана, атақ, абырой, даңқ емес, көркіңді ғана. Басқа ештеңе керек емес маған. Ой, сағынып жүрген, сіз ғана емес, біз де сағынып жүрік қой, Әділқазы алғаларын, көрермен сағынып жүрік. Ей, жандарым, беттеріңнен сүйдім. Нұрсұлтан, іш жерінен сүймек қойыңдаршы. Жүрекпен сүйсеңдер болды ең бастысы. Есен аға. Біздер патшадан да паңдармыз. Біздер
біреулерге арманбыз. Сағындым жаным мен сені. Көркіңді жүрген қуаныш. Болды. Бұл өлең бәріне айта бермейтін шығарсыз? Бәріне жазылған өлең ғой бұл. Кім оқиды, сол пайдалана береді деп Төлебен Айғабраген жазып кеткен ғой. Тек қана Тұрсынбекке ғана айтыңдар демеген ғой. Бәріне айтамыз да енді. Жолы болар жігіттің жездесі шығар алдынан. Жеңгес десеңші Қамеке. Какая разница, екеуі де қайын жұртқа сырттан келген адамдар ғой. Енді Қамеке, Есен ағамен көп ойнай бермеңдер жігіттер. Неге? Бұл кісі жаман қатты төбелеседі. Қош. Иә. Жаман қатты төбелеседі. Ерекшелігі де бірінші соққына бұл кісі баспен береді екен кәдімгі. Баспен? Қойш. Баспен. Салт еткізеді. Екіншісін қолмен беретін шығар? Жоқ. Аяқпен ба, аяқпен? Жоқ. Ой, шынтақпен бүйтіп ұратын шығар? Жоқ. Тізден кигіз жері ма? Жоқ. Баспен төбелес жүре бермейтін шығар. Басынан ұстап олсаң болды десе, жылан құсады. Жоқ. Ол кісі екіншісі күрес екен. Қазақша күрес кәдімгі екіншісі. Екінші күрес екен. Мына бас тиетін болса, екіншісіне барудың қажет жоқ ау. Не деге бас кәдімгі. Құдайға шүкір. Жақсы. Бүгін Елорда кубогы. Міне Елорда кубогы деп басқа командалар шығып айта салатын біздің командада Елорданың құрдасы да жоқ. Ой, мен құрдасымын ғой. Құрдасың ба? Ой, түйдей құрдасым кән 25-ке толып жалындап тұрған жағым ғой менің. Иә? Жан жағыма шуақ шашып кәдімгідей. Шуақты қалай қарап шашып атсың? Бір шуақтың саңлауын көрмедік қой сенің бойыңнан тек. Міне бүгін Елорда кубогында... Қамеке, ол жылу бізде де қазір жоқ екен, байқадым мен. Өткенде тексерілдім да мен. Тексерсем денеңде суық бар деді. Сөйтіп, жет сайын жылы суына 2 метр тереңдікте жылы су шығады, сода емделдім. Сөйтіп, одан шықтында суық бар деген соң Сарыағашқа бардым. Сарыағашта жақсылап тұрып емделіп алдым Сарыағаштың суына. Сөйтіп, одан шықтындағына неге? Жаңа орған балшығына бардым. Жан-жағын бәрін бітеп, әдемілеп берді да, кәдімгі денеңді суық бар деген соң. Сөйтіп, одан шықтында Алакөлге бардым. Алакөлдің суы түші күшті, ол жерінде балшығы тамаша дегеннен кейін сол жерде денең суық бар деді да. Нұрсұлтан өзі адам екі күйден тұрады. Ыстық, суық деп. Оның бәрін кетіріп тастамай қалу керек қой онша суықтар. Қалай? Енді содан шығар деп атым да ыстығым көтерілген. Қаяқтан білдім? Мына енді біз бүгін Елорда кубогында жүлде болады дегеннен кейін енді жүлдені бөліскенге біз негіз көп, біз ғой 10 шақты адам жүреді командада. Сол қысқартып жүлде болады дегеннен кейін бөліскенге ыңғайлы болсын деп бір 4-5 ғана алып келдім мен де үш жерде. Жүлде деп қоясыз осы, жүлдені бөлісетін кезде сіз таппай қаламыз ғой. Ойнайтын кезде сен таппай қаламыз ғой, сценарий жазатын кезде. Қойыңыз. Не дейсің? Елорда кубогы, басқа не әкелдіңдер ойнауға? Әзіл? Әзіл? Сол ойнаңдар онда. Жалғастырайық, маска шоуына басы дәу жігіт қатысса. Көрейік. Маскасын шешсін. Маска. Әнім тоқташы. Атыңды айтасаш? Нұрсұлтан ғой, Нұрсұлтан. Қай Нұрсұлтан? Бас қазандай Нұрсұлтан ше кәдім. Мына енді Елорда кубогы дегеннен кейін ортаға шығып, түк көрмеген адам сияқты бүйтіп, неғып кетеміз деп келген жоқпыз. Жалпы енді осындай мерекеде өзіміздің үлесімізді қосып, сағынғанымызды айтып, мына енді Есен ағаның алдында мен тарихқа көз жүгіртетін болсам, жігіттер, Есен ағаның алдында 9 жыл ойнаппын. Одан кейін Тұрсынбек ағаның алдында 6 жыл ойнадым. Сонымен енді екеуін қосып бір жүрейін дедім да тағы да. Құдай қаласа осы екеуін қызығын көріңіз енді. Болды, Құдай қаласа. Сіздермен бірге болған Мақтарал құрамасы. Арнайы сіздер үшін. Кетем деп алдайсың, жетем деп... Мақтарал, рахмет. Жерұйық
Атырау қаласы, қарсы алыңыздар. Кіші жүзге найза беріп жауға қой деп бекер айтпаған екен ғой. Ертеде атам қазақ бәрін білген, бәрін білген. Қайырлы кеш, Қазақстан! Я, достар, 2 жыл үзіліс жасадық. Кітап ойнаған жоқпыз, жігіттер. Дем алдық. Немен айналысып Мен мысалға бизнес ашып жатырмын. Қойшы? Иә, асхан ашайын деп жатырмын. Бірақ қандай ат қоятын білмей жатырмын. Бұрынғының аттарын қойын десем, мысалы, жеті қазына, қамталапай деп та тәке мысалға. Сондай ат қояйын десем, қазіргі аттардың бәрі қызық. Қандай? Кеше бір донерсадан жер көрдім, Нихауар дейді. Ойбай. Кешке не істейміз дейтін кафе көрдім, прикинь. Масқара. Қаяққа кетіп батсын дейтін бір ресторан ашып тұрған бір, прикинь. Осы жерге отырып былай, осы жердің сенесі нормально сияқты дейді, ойлашы ал. Ондай болмайды ғой. Олай болатын болса құрсын дейтін. Фантазия деген бізде страшно ғой. Мысалға мен ойлашы, қаланың сырт жағынан примерно Қосшы дейтін жерден судың да сұрауы бар деген сауна ашып тейін мысалға. Күшті. Күшті. Мысалға мен деймін, ақша қолдың кір дейтін букмекер центр ашып соғады мысалға. Күшті ол да. Мысалға самый главный ниет деген аптека ашып тейін мысалға центрдан. Осы жер дейтін массаж дейтін центр ашып соғады мысалға. Мен де ойладым, бар ғой, соны бар ғой. Дейтін хиджамы центр ашып тейін деп едім. Күшті. Болады. Менің қолым емес, ата-бабалардың қолы дейтін мал соятын жер ашып едім мысалға. Мен бар ғой, ББК дейтін магазин ашып тейін деп едім. Ол не ББК? Бір-бірлеп кіріндірші деген. Жігіттер, ойынға оралайық, Мұна ойын бүгін барлығы көрермендер. Шыңғыс. Саған бірдеңе айтайыншы. Айтшы ал. Негізі бұл айтпайын ба деп жүрдім, бірақ жаным досым болғасын, жаным ашып айтайын деп тұрмын. Жоқ, по-любому айтасың ғой, кіта ғой, айтшы. Айт. Короче, сен апашқың бар ғой? Сонымен Жиздуханның арасында бірдеңе бар. Қойшы. Серьезно айтамын. Серьезно айтыпсың ба не? Сен Жиздуханың бар ғой, апашқыңды мутит етіп жүр. Құмаш, не айтыпсың сен, менің апашқың туралы? Бәсе, что-то бар ғой, бір жыл болды, что-то апашқа үйге қонбай жүр. Бәсе, ойлап қоям, апашқа анда-санда келеді, еще мақандар қуанады соған бар ғой. Басың жасайма сенің? Апаң мен Жиздың енді үйленген, некелескен адамдар ғой, бірге тұрмай ма енді? Айтпақшы, апашқа екеуі үйленген адамдар ғой? Сен айдастырмасайшы? Өздері біледі ғой, түсініп тұрмын үйленген. Просто өзің ойланып қарашы. Еще бар ғой, сенің апашыңның аяғы ауыр. Кетші. Еще біріншісі емес, екіншісі. Бәсе, бір жазда келгенде қасына бір-екі бала жүр, жоқ танымайтын. Кімде қоям оларды, кімде қоям, бәсе танымайтын. Басың жасайма? Ішін жасырып жүріп бар ғой. Басың жасайма? Жиздухан талдыртсайым мен, натуре бар, не басты кетіріп жаңыл. Бәсе, үйге кәм келіп кетіп жүр. Некелескен адамдардың балалары болмай ма? Ұрпақтары ғой енді өздерінің, сен жиендерің ғой енді. Жиендерім айтпақшы, апаш келемген ғой, Жиздуханға дұрыс қой, не айтып өтсің, басты кетіріп. Сонда да кішкене өзің ойланып қарашы, мысалы. Қойшы, басты кетіріп не ал деп түсін сен. Айдастырып адамды. Жиздухан айдалада қалам ғой. Жиздуха деген жақсы, Жиздуха келгені дейтін, үйде дейтін, мақтайды бәрі. Мен мысалы үйде дейтін постоянно арам шөп жылы жұмыс істеп жүретін болдым ғой. Қазір қолымыз арда рахат Жиздуха жасайды бәрін. Жиздуханы мақтайды, бәрі, бірақ бір жағынан жаман екен. Неге? Себебі анау келгеннен кейін қонақтар келеді ғой, Жиздуханы мақтап отырады ғой бәрі. Жиздуха мына күйеу бала мықты, анау мықты дейді. Мен со стороны қалып бара жатырмын, что-то бар ғой. Мақтамай жатыр что-то. Сен уайымдама? Енді? Сен өзің қайын жұртың мақтайды ертең. Қайын жұртың бар екен ғой мақтайтын. Ендеше сағындырып келген. Тоқташы, басын бастайын деп жатсың ба? Бірдеңе біз бастаймыз, кеттік. Сол мен айтайыншы, бағадан бері тұр едім мына жерде. Ендеше сіздердің алдарыңызда атыраулық колорит, жериек. Достар, барлығымыз көз алдымызға елестетейік. Не ал дейсің? Елестетейік көз алдымызға. Құмаш қайда елестеткен? Нарда дейтін балкондағылар 1000 теңгеге, нарда 2000 теңгеге билет алып, сенің әзіліңді елестетуге келіп отыр ма не натуре? Жоқ, не айтайын деп тұрсың енді? Елестететін тек Айгүл Иманбаева елестетеді, басқадан елестете алмайды. Жоқ, айтшы, не айтайын? Айтайыншы, просто орыс андай шыбын бар ғой, шыбын. Соны шыбынды көрдің ба өміріңде? Шыбын бүйтіп қонады ғой, ешкім байқамайды ғой, шыр жібереді ғой. Шыбын деген андай нәрсе ғой, шыбын қонып тұрады да, алдыңғы екі қолы бар ғой, тамақ жейін деп жатқанда бүйтеді де, ешкім байқамайды, мен байқадым, соны бүйтеді екен. Серьезно, сосын бар ғой, басын бүйтеді. Сосын ортасында бүйткен нарда тағы қол бар ғой, ол емес, артыңғы жағындағы аяғымен бар ғой, бүйтеді екен. Сол ма? Сол айтайын деп фантастикалық әзілдер ойнаңдаршы деп. Жалғастырамыз, достар. Мән бермеңіздер. Алдараспан театрының директоры Нұржан Төлендиев Шугарингке жарнама жасаса қалай болады? Жұлып алам, жұлып, мынаған ілсе жұлат мау.
Жалғастырамыз. Синхронное плавание. Әлемдік спортын барлығымыз білеміз, е? Мынау суда қыздар барлығы бірдей қимылдап жарысады. Сол жарысқа қатысатын қыздар түнде ұйықтауда. Анараға ұйықтама, бірден төк кетті. Жатайын, сыртқа шықпадым. Жалғастырамыз. Достар, барлығымыз білеміз. Барлығы білеміз, несі? Не болды тағы? Бәрі білетін білет, сен білмейсің натуре. Нені білмеймін? Мен саған айтайын, қарға бар ғой, қарға. Не қарға алың? Қарғалар бар ғой, қарғаларды ұстап қарадың ба қырғаға сен? Жоқ. 70-тің шамасына келіп қалған үлкен ағалар сияқты қарғалар. Қарға деген бар ғой, сенің әкеңнің әкесінің көзін көрген ғой, білесің ба? Неше жыл сонда қыз? 350 жыл өмір сүреді ғой. Мысалы сен қарға қазір тас лақтырсаң, анау айтуы мүмкін қарғада, мына Баял ана кім Ескендірдің немересі емес, Баял сол лақтыра береді деп айтады ғой. Еще қалай ұшатынын білесің ба? Көз бүйтіп ұшып барады ғой. Бүйтіп ұшып кетті. Өйстіп тұрып қалады ғой, білесің ба? Сосын жайлап былай жүреді. Сосын андай дейсің ғой, ұшпайды, бүйтеді деп. Соны айтайын деп. Достар, жалғастырамыз. Барлығымыздың ұялы телефонымызға 112-ден SMS келеді. Яғни, жаңбыр жауайын деп тұр, жол жабық деген секілді, я? Сол 112-ден SMS-ті кім жіберетінін, қайдан жіберетінін ешкім білмейді. Біз білдік, таптық. Сонымен 112-ден SMS жіберетін орталықта. Шәке, SMS жіберетін уақыт болып қалыпты ғой. Күнді қарай қойын. Терезеден қарай қойшыш. Күн кішкені бұлттанып тұр, жаңбыр жауады деп айтамыз ба қалай? Жоқ, өйтпе. Жауын, шашы болуы ықтимал күтілуде де. Себебі ана білмейді ғой ешкім, мысалға. Күтілуде деп айттық қой. Жаңбыр жаумай қалса, бізді оправдать етіп, айқайлап соқпайды да. Смело нормально кете береді. Жаумай қалса ешкім әңгіме айтпайды дейсің. Күтілуде дей салшы, болды ғой. Сөйтейік. Сосын ана түсінбеймін, алдында маған жалып өтсіп жатыр бізге. Ал деп? Маған айтады, сен мен атырауда тұрам, маған неге Талдықорған сообщениесін жібере бересің дейді, маған айтады. Ол 2-3 күннен кетеді өзі солай. Сосын не ғой? Жұмыс жоқ қой, осыдан 6-ға дейін жұмыс жоқ қой, іш пісіп кетті. Ой, бір қызық үшін жол жауып тастайық. Кеше жазды күні қандай жол жауасың? Қыста боран, анау-мынауды жауға болады ғой енді. Жазды күні нені жауасың? Атырау Астрахань трассасын жауып тастайық. Неге? Бәрі жоқ қой ол жол. Жоқ жолды сен жолтайып тұр екенсің ғой, Достар, осы күні көп талқыға түсіп жүрген, көшедегі қаңғып жүрген бұралқы иттер. Сол мәселені уайымдап, өздері талқылап жатқан бір топ иттер. Кет. Демеңдер, Свай. Мен сендер қашан айтам осындайлар қойыңдар деп. Өзіміз енді атылмайтын болып, енді көбейіп жатқанда не деді? Адамға шабады деген. Сенге жат кетіп жатқан машинаға шабады деген. Реакция. Сырғаландың ба сол сен сырғаңды ал, ертең шетелге шыға алмай қаласың ғой. Алған екенсің. Сосын сен бостан-босқа көшеде қаңғып жүре бермей, жұмыс тауып ал өзіңе. Маған қарама, мен жұмыс тауып болдым, бұрынғы жұмысыма кіріп кеттім қайтып. Қойшы қайтып кіріп кеттің бе? Бұрын шекарада границада істедім, соған кіріп кеттім қайтып. Жалақысы қалай? Рахат, қайдағы жалақы, менде ешқандай портмонетім жоқ қой, тамақ береді ғой, болды ғой. Жататын жер бәрі тегін бе? Жататын жер нормально тегін, Рахат. Не істейсіңдер сонда? Ескейсің ғой, таңертеңнен кешке дейін пойыздың ішіне адам. Ескейсің ба? Пойызға кіресің ғой. Примерно айтайын саған не жұмыс екенін. Атыраудан мысалға, неге Алматыға пойыз ба, Қызылордадан станциядан тоқтайды, шамалы. Сол жерде мінеміз, бірінші вагоннан 15-ші вагонға дейін ескеп шығасың ғой, неше түрлі тамақ не шығады. Мұрның есезбей қат шыны керек бар ғой. Анда анау мына құттай естер шығады, оған мән бермейсің ғой. Қалтасын түбінде қалып қойған бірдемелер бар. Оған мән бермейсің. Сөйтіп бір күні ең соңғы вагонда ішім пісіп кетіп батын, бір кісі кітап оқып отыр. Соған пранк жасайыншы деп, ұрып жібердім ғой. Сосын, біздің солдаттар деген қолын қайырып ананы. Қолын қайырып анада бірдеме бар деп ойлап отыр. Мен деп айыра алмай еді, мен деген түсінбейді ғой олар. Ал дүріштеп беріктем, мына қарай қанқ деп бастым ғой. Қойш. Сосын не істеді ана кісі? Бір обал болып кетті ана кісіге, шыны керек. Өтейтпей ақ қойын, бекер істедім, сотталып кеткен сияқты сол кісі бар ғой.
қойшы. бірдеңе тауып кеткен сияқты что-то. Енді қызық қарап жүрмейсің бе? Өтірік. Мен қайдан білейін? Адам құсап қой деп айта алмай. Аманғали, итке тамақ бердің ба? Бердім. Тамақтың ішіндіре. Давай. Ендеше сіздермен бірге жүрейік атыраулық колорит. Жұмсай сен өте көп дейді, ауылдағы шаруалар бітпейді. Жақсы, жүрейік Атырау қаласы келесі ойынымыз жалғастыратын ауылдар құрамасы. Қарсы алыңыздар. Самолетпен кеп алды ауыл құрамасы, қазы қарта жеп алдық ауыл құрамасы. Күта әзіл ойнап шығайық, жүри халық бәріне ұнайық. Рахмет. Бүгін енді бағана жоғарыдағы әнде айтып өткендей, мына жюридің Әділқазының тізіміне қарап отырсақ, кәдімгідей көптен бері көрмеген жандар отыр кәдімгідей. Айгүл Иманбаева мысалға көргенде қуаныштымыз. Ерлан Дәкенов, ассалаумағалейкум. Сайлау Хамиев ағамыз, Есен ағамыз мысалға кеп отыр да, біз неқтан ауылдар құрамасы, соған қарағанда Тұрсынбек үйінде бір ескі телефон тауып алған сияқты бар ғой. Өзімізге қызық әйтеуір. Бір анау, как будто бір барымысың, бауырым бағдарламасы болып отқан сияқты да? Сағындырған әндірай деген кеш болып отқан сияқты ма? Иә, дәл өзі. Жігіттер, кешірім өтінем. Мен мына жерде Қайрат Әділгерейге ренішім бар. Соны қазір айтып кетпесем, мына жерде қызды мен ойнап жүріп, мен ұмытып кетуім мүмкін. Бағана сериалға сен кім еді не? Жоқ, мына видеоға назар аударайық. Мені, осы ұзатылып жатырған қыз мен еді ғой. Қойшы, сен ба? Мен едім. Кітаны қойып, тұрмыс құрып, енді бағым ашылайын деп жатырғанда, Ақматанды секірді де, пожалуйста, кітадан қайтадан шықтым. Қайрат аға, тағы да кездестік қой бүгін. Өтініш, енді секірмей, теппей, тыныш жүріңізші. Қайреке, айып етпеңіз сен. Қазіргі жастар кінәні өзінен көрмейді ғой жаңа. Әйтеуір біреуді кінәлау керек. Қатия матаны кінәлау керек. Енді мынау өзіңіз түсініп тұрсыз ғой енді бәрін. Әңгіменің ашығы, Назеркенің ғашығы деп қоясың ғой жаңа. Бізде ауылда кіта дегенді ұмытып кеткенбіз негізі 4 жылдан бері. Қазір жем-шөп, қыстың малға дайындық қайнап атқан кезде ойбай кіта шақырып атыр деді мына жақта. Қой кітаны қой десек, самолетке билет алып атыр дегеннен кейін. Қой самолеттен үлкен емеспіз ғой деп жаңа. Астанаға тарттық та кеттік қой. Сондықтан құрметті ағайындар, қазір бізден бір қатты бірдеңе күтіп қалмаңыздар. Біз самолетімізге асығып тұрық негіз. Дәке, жігіттер, рұқсат болса, мен бірдеңе айтайын. Айта берсе, сен де ойнап атсың ғой. Рұқсат Алладан бауырым, айта берсейші. Рахмет, жігіттер. Құрметті көрермендер, анау бұрында, помните, ауылда бір қыз бар еді ғой, маған өмір қарамайтын. Артынан қанша жыл жүгірдім, бір қараған жоқ, өзінше оқыған. Кеше самолетқа отырмаймыз да. Сөйтіп кіріп басам, жаңағы өзінше болған қыз бар ғой, самолетте официант қой. Қойш? Иә, содан кейін официант болғанын көрген мен не істеймін дейсің ғой. Официант томатный сок деп қанын ішкенсің ғой, как будто томатный сок күнде ішіп жүрген адам сияқты. Болды ба ойнап кім? Болды, ойнап болдым. Болды, ойнамаймын енді. Онда былай қылайық. Мынау Нұрсұлтан қаласының кубогы дейді. Ауылдар құрамасы дайынсыздар ма? Ауылдар! Тоқта, мыналарың не сендерің? Не дейді? Ауылдар! Битпеңдер, битіп жүргендерің бәрі битіп қаладыр қазір. Абайлаңдар. Ендеше ауылдың ыстық жігіттерінен терлеп келген кәдімгі мынау
жанып тұрған машинаға кіріп, кондер жоқ кәдімгідей ыстық әзілдерді қарсы ал Астана. Поехали. Деп бір ойнап тұрғандай болайық арасында. Біз сырттан қарасақ, бір радиодан тыңдайтын команда сияқты екенбіз да. Кәдімгі бүйтіп тыңдап тұруға болады. Так ортасындағы сөйлеп жатыр. Қыз кетті, так шетіндегісі кетті. Тағы дайындалмай кетті, деген сияқты команда сияқтымыз. Мен айтып отырмын, бір-екі визуализация керек деп жатырмын да. Визуализация бар еді ғой негізі. Қап кетті ғой да екеуі де. Әңгімен төркін түсінбеген екен ғой, иә. Мейлі, құрметті ағайын, былай ғой негізі. Қарап тұрсаңыздар, біз де негізі бір командамыз негізі. Кәдімгідей, не киеміз, не айтамыз деп уайымдап шығатын бір командамыз. Біздің де жанкүйерлер бар негізі да. Мысалға басқа командалардың жанкүйерлері мынау залда отырса, біздің жанкүйерлер міне жанымызда тұр. Бұл да қызық әзіл да, негізше өз алдына ше. Жоқ, үйді аяқ ұрмай қойыңыздар. Серьезный әңгіме болады бұл жерде қазір. Сосын мен не үшін біздің баяғыда кітаға шыққан кезде, есін аға, ол кезде сіз жоқсыз. Кіта енді басылатын кезде ше. Ауылдар құрама шыға саламызда, уақыт жоқ, айыра беретін еді, ол басқа командалар. Сондай еді? Бәрі бізді ұтқанға мастер. Тұрсынбек азартқа кіріп алған ғой жаңағы. Мұна әзіл сендерге болады деп, өтпейтін әзілдерін беріп, сендердің стилдеріңе келетін ау деп ше. Сөйтті. Бізде жаңағы команданың атын Қазақстан ауылдар құрамасы деп қойып алғанбыз ғой, как будто бір Қырғызстан, Тәжікстанмен жарысатын команда ұқсап. Иә. Шеңгелді десек те, нақты бір жердің аты керек екен да. Шеңгелден екі адам отыршы, өліп қалатыны. Шеңгелді деді мысалға. Вот мұна. Неғып мен сөйлей берем, осы сендер айтпайсың өмішіңіз. Енді сол кезде кіта ойнап жүрген кезде енді атаңа қу үміт қой жаңағы. Осы кіта арқылы әзіл әлеміне кіріп кетеміз бе екен? Осы жаңағы тұр екен кино түсіріп алса, сол киноға ілініп кетеміз ба? Бір наматқа, жұмысқа кіріп кетеміз ба деген қу үміт қаншама жыл өтті. Шақыру жоқ, басқа жоқ, жаңағы үміт үзілді. Сол кезде мысалға біз ауылдың балалары Тұрсынбек аға деп ағалап жүріп та жаңағы тәке деп айтуға рисковать етпеді ғой сол кезде ше. Ауылдың балалары неге кісі болып кетті мен тәке дейтіндей демесін деп та. Сондықтан кісіліктен Құдай сақтасын. В общем, Тұрсынбек әңгіме былай ғой. Енді шақырам деп әуре болмаңыз енді. Қазір балдарда уақыт жоқ, әркім өзінің тірлігі бар. Бірақ алда-жалда, вдруг, каким-то чудом бір шақырам десеңіз, ойланып көреміз, аға. Ал құрметті ағайын, кіта енді басталды. Құрылысы тұралақ болған ЛРТ-нің қайтадан жаңғырған естіп бір жақсы жаңалыққа қуанып қалдық. Сол қайтадан құрылысы жаңғырайын деп жатқан ЛРТ-нің алдында болған жиналыс. Құрметті әріптестер, жаңа Қазақстандағы жаңа жобамыз, бұл бітпей тұрған нысандарды қайта қолға алып тез арада бітіру, оның бірі мынау ЛРТ құрылысын тез бітіруіміз керек. Күлмеңдер ше, серьезный жиналыс болып отыр ғой? Жоқ, кешіріңіз, әке. Не, күліп атса, жыртың еді. Болды, әке, айта беріңіз. Осыған байланысты мемлекеттен қаржы бөлініп, осыны жіті бақылауда ұстап, тез арада ЛРТ-ны бітіру бұл біздің негізгі міндетіміз. Жамбыл, не күліп атсың, дауға, қойсай сен де. Серьезный жиналыс ғой? Болды, әке, ойындамыз. Бітіреміз. Болды, кешіріңіз, әке, жалғастыра беріңіз. Бірден келісіп алайықшы. Құрылыс бастағаннан кейін қашып кету жоғынан. Сразу айтайын. Қашпаймыз, ойындамаса, қашпаймыз ғой? Қашпаймыз. Тоқтан, сендерге сенім жоқ. Нан ұрсын, қашпаймыз деңдерші кән. Дәкен, нанмен ойнамасаңыз, қойсаңыз. Қойшы, жиналыс өткізбейін. Рахмет. Кішкене ниеттеніп енді кітаға ұқсасын деп бізде. Сөйтіп шықтық. Енді бір кубок туралы әңгіме бар еді, қалай бір шанс бар ма өзі, жоқ па? Кәдімгі аламыз ба деген бір кәдімгі бір мощный әңгіме дайындап келген ек қой. Былай ғой, мына баяғыда айта салайын. Біреудің жүрегіне тиіп кетер. Баяғыда мынау қазір ойын біткеннен кейін қазір Әділқазал ақылдасасыздар қазір. Мынау қай командаға берсек болады. Бәрі мықты болды ғой. Негізі бәрі мықты, бәріміз бір үйдің балаларымыз. Бірақ сол ақылдасып жатқан кезде мына бір нәрсеге мән беріңіздерші. Мына баяғыда біреу көкпар берген кезде өгіз өлдіні ең басты сыйлық. Кубогі ғой енді. Соны неғұрлым алыстан келген шабандозға беруді жөн санаған. Неге? Вот неге?
Өйткені ол кезде интернет жоқ, анау өзінің ауылына қайтқанша кімнің көкпарынан алғанын бәріне айтып отырған ғой. Біз ауылдар құрамасы біріншіден алыстан келдік, екіншіден жан-жаға кетеміз да. Жопларында бір намек емес, бұл конкретно әңгіме. Сіздермен болған? Жамбыл, болған болғанда өнер көрсеткен деп айта берші, тыныштық керек. Өнер көрсеткен, кейбіреумен болған ауылдар құрамасы. Рахмет. Жақсы, бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласының кубогын осы бір сайысты аяқтайтын Тараз 2000 Тараз қаласы қарсы алыңыздар. Қайылгеш басқала! Шапалақ қошемет қайда? 10 минуттан жиналыстан кейін Тараз 2000 қақпада! Жігіттер, жасымыз 30-ға келіп қалған. Мына сахнада тұрып алып, өзіміздің минусты айтқанша, давайте қазылар алқасы минустарын айтайық. Қазылар алқасының минусын айтуға тура келіп тұр, енді жасымыз келіп отыр енді. Қазылар алқасы минусы Қайрат Әділгерейден бастап көрейік. Жоқ, Қайреке, біз ол жерге вообще денсаулыққа тиіспейміз біз Қайреке. Қайрекеңе бизнес по казахскиге түскені минус қой негізі. Ойлаш, 6 сағат Турцияға ұшып барды. Бір апта гостиницада жатты. Киноның соңында 6 секунд ойнап кетті ғой. Менің ойымша Нұрекең звондаған сияқты, Қайреке киноға түсесің болса, болды Нұрекең, 6 секунд деп айтқан сияқты. Айгүл Иманбаеваның да бірақ минусы бар жігіттер. Қандай минусы бұндай кісіде? Таңғы елес деген әннің оригинал минусы осы кісіде ғана ғой негізінде. Басқа минус жоқ негізінде. Қанаттың қандай минусы бар? Борайшы, сен білесің ғой жақсы. Енді қанаттың минусы жоқ оның. Оның плюсы да жоқ. О да градус. Сен ананы айтып тұрсың ғой, я? Жоқ, Қызылорда 40 градус қой, соны айтып тұрмын. Қапқарып көтен қарасайшы. Енді Ерлан ағамыздың Ерекеңде минус жоқ, Ерекеңде минус жоқ. Ереке сізде вообще минус жоқ. Сіздің минусыңызды айтып бәріміз далада жүрмейік, залдың директоры сіз ғой. Минус жоқ Ерекеңде вообще. Есен аға қалды ма? Есен ағада минус бар ма? Айтыңдар, мен духым жетпейді. Есен ағаның вообще минус жоқ қой. Біздің кәдімгі әкеміз ғой тікелей жатқан кезде ше. Бізді постоянно көтерген кісі емес па? Дұрыс айтады, бізді көтерген бұл кісі. Дұрыс айтады. Қошемет ұрып қойыңдар. Именно екеуіңді көтерген ба? Иә? Бәсе соңғы кездер грижам, белім деп жүреді осы. Тараздың тентек жігіттері, Тараз 2000 қарсы ал басқала! Дум-тек, тек, дум-тек, дум-тек, тек, дум-тек. Үйінде мүлдем ойыншығы жоқ, кішкентай бала. Осен, сіздердің құрметтеріңізге ностальгия, ескірмейтін ән. Жайдарлы көңілде ер жеттік біз бірге, кімейін ойнай, қызықтарға тоймай, ұйқысыз түндерде асығып сіздерге, жүлдені емес көрерменді ойлай, ыстық сезімде арнаға сыя алмайды, аңсайды тәтті кездерді сол бір. Жүрегім әлі сол шақты қия алмайды, бізге де биыл толыпты 10 жыл. Вижу во сне, и вот я подросток, осы ойында өркендедік біз өстік. Уақыт шіркін, тоқтат көлігіңді, слышишь, оставь меня там,
оставь меня там. Елорда туғаның құтты болсын. Тараз 2000. Жақсы, осымен құрметті достар, бүгінгі сайыс аяқталды. Барлық командаларды сахна төріне шақырайық. Қарекет құрамасы Зертас Шымкент, Мақтарал Түркістан облысы, Жерұйық Атырау, ауылдар құрамасы және Тараз 2000. Ал қазылар алқасы өздеріңіздің бүгінгі ойынға деген жалпы пікірлеріңіз және кіші кубоктарыңызды қай командаға ұсынасыздар? Жоқ, бір кубоктан егер екі командада бірдей кубок болып қалып отырған жағдайда Есаға сізге 2 кубок беруге мүмкіндігіңіз бар. Жақсы. Қанат, баста. Тараз, Боря! Тараз, сіздер білмейді екенсіздер ғой, жүгір ан жақтан. Жалпы енді үлкен кубок болғаннан кейін, осындай тамаша жүлде болғаннан кейін әрине жақсы дайындықпен келген дұрыс болады негізі. Бірақ қанша дегенмен де дайындықтарыңыз көңілден шықпай жатқаны бар, оны ашық айтайын. Енді мен өз тарапымнан Зертас бүгінгі ойында 5-ші кіші кубокқа ие болып отыр. Тараз 2000 3 кубокқа ие болды. Әлі алда қазылар алқасы бар. Көріп жатайық. Айгүл. Менің негізі Қытайда жиі боламыз. Қазылар алқасында Жерұйықтың ойыны ұнайтын еді. Мақтаралының ойындары ұнайтын еді. Менің бір сүйікті командаларым еді. Білмеймін, жігіттер бүгін неге шаппағандарыңызды. Зертас басында әдемі келетті. Ортасынан былай қаратай білмеймін, ұйықтаттыңдар залды. Осындай бір кедергілер байқадым. Білмеймін не болған. Тараз командасы. Тараз 2000. Қайрат Әбілгерей. Тамаша, өте жақсы керемет ойын болды. Енді мен Қанат осы жайдарманшылардың ағасы ғой, атасы, міне ағалары. Енді ойынды мен іштен айта алмайым, барлығы жақсы болды. Мен Жерұйықтың фантастикалық әзілді ойлау қабілеттеріне таңғалам, сол үшін Жерұйыққа. Рахмет. Жерұйық бір кіші кубокқа ие болды. Әзірге есеп 5-те 4 және 1. Сайлау Хамиев. Көп рахмет осындай көңіл күйге. Жігіттер, қыздар, жалғыз қыз екен енді орталарыңызда. Бұл ойыннан алған әсер мен үшін үлкен жаңалық мынау Зертас командасы болды. Мен де өзі Қытайда көптен бері жюрида отырмын. Бірақ енді сәл айтатын жалғыз өз сөйлеп тұр. Сосын айтылған әңгімелерінің бір 50%-ін кішкене былай шағындап қысыңқырап жіберетін болса, сіздерге жететін команда жоқ болатын сияқты, және саған жететін ойыншы болмайтын сияқты. Сондықтан кішкене шашыраңқылау болды, бірақ өткен тұстарда өте көп болды. Бірақ мен өзімнің көбігімді әрі қарай енді Есағаң бар ғой, интрига болады деп ойлаймын. Мен бірақ мына үлкен қатты еңбек жасаған, мен прям терлеп тұрып ойнаған Жерұйыққа бергім кеп тұр. Жерұйық. Жерұйық 2-ші кіші кубокқа ие болды. Есен Елеукен. Рахмет. Барша елорда тұрғындарын, қонақтарын, жалпы еліміздің барлық тұрғындарын ең әсем қаламыз елорда күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ойын туралы мен бүгін сағынышқа толы ойын көрдім. Көп командалар қайтадан келіп 2 жыл, 3 жыл деп қайтадан ортаға келіп ойнап жатыр. Мына жерде,
Мына жерде енді әрқайсысына тоқталуға болады. Жүйріктің екі әзілі ұнады, Мақтарал басын әдемі бастады, харекет жинақталған, ауылдардан бір шынайылық көрдім. Зертас, әрине Нұрлыбекке сөз жоқ, бірақ мен бүгін мені күлдірген бұл Тараз, Кубок Таразда. Я, достар, есеп 5-5. Енді Жерұйық 2 кіш кубокқа ие болды ғой енді. 5-5. Бірақ жаңаға мен кубок бермес бұрын қазылар алқасына да көрермендер естіген шығар, е? Егер 2 команда теңесіп қалған жағдайда қазылар алқасы ақылдасып, Есаға 1 кіші кубокты 1 командаға берулеріңізге болады дедім. Айттым ғой солай. Жақсы. Олай болса, қазылар алқасы ақылдасып 1 кіші кубокты қай командаға? Зертас 5, Тараз 5 және Жерұйық 2. Ойлана келіп, Жерұйыққа беріп қоймаңыздар, сосын тағы отырмайық. 3-ші, 2-ші кубок жоқ. Кубок біреу ғана. Бүгінгі осы Нұр-Сұлтан қаласының кубогы КТА көңілді тапқырлар алаңы Нұр-Сұлтан қаласы 2022. Бір кіші кубок қай командаға және бүгінгі ойынның жеңімпазы? Нұр-Сұлтан қаласының кубогының иегері Тараз 2000. Тараз 2000. $1 миллион сертификаттың иесі және Нұр-Сұлтан қаласының кубогы Тараз 2000. Құрметті достар, ардақты ағайын, Қазақстан ұлттық арнасында көңілді тапқырлар алаңы Нұр-Сұлтан қаласының кубогы, ал бүгінгі кубоктың иегері Тараз 2000, Тараз қаласы. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ұлттық арна қосулы болсын.